Бұл қызды белгісіз адам Roblox арқылы ұрлап кетті. Ал бұл сүйкімді Микки Маус скиндегі ойыншы шын мәнінде өте қауіпті қылмыскер. Ол Roblox арқылы кішкентай балаларды ұрлағысы келген. Сәлемдер, сіздермен бірге бұл мен Жансыз, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз Roblox ойындағы топ 3 құпия аккаунтты бірге тексеріп, оларды зерттейтін боламыз. Ал сіздер не істеу керектігін білесіздер. Видео басылмай жатып, арнаға тіркеліп, видеоға аймай лайктарыңызды басып кетіңіздер. Ал енді біз видеоға кеттік. Бірінші аккаунттағы адамымыз Ливи, ал толық нигі Ливи Санни. Біз оның профиліне өтсек, описаниесінде кешір, егер мен офлайн отырсам деп жазылып тұрады. Ең қызығы, оның авасы өшіріліп кеткен, және оның 10 мыңнан астам жазылушысы бар. Одан бөлек Ливидің достарымен сөйлесін өзі ашқан чаты да бар. Ол чаттың атауы Ливидің ең жақын достары. Егер ол жердегі адамдардың пікіріне мән берсек, қорқынышты сөздерді байқауымызға болады. Бірінші адам былай пікір қалдырып кетіпті: Ол ұрланып қайтыс болды, жатқан жері жайлы болсын, Ливи Санни. Келесі адам: Оны қарткысы ұрлап кетті. ал одан кейінгі адам: Ұрлаушы оның аккаунтына иемденіп алып, өзін Ливидің орнына көрсетіп жүр. осы пікірлердің барлығын көргенде Ливидің өкінішке орай қайтыс болғанын түсінуге болады. Бірақ бұл рас па? Оның Ливи мен Саннидің орнатты ойыны қазір бұғатталған, сондықтан біз оны көре алмаймыз. Алайда қауесеттерге қарағанда ол жерде қызыл аспаны бар өте қорқынышты атмосфера болған. Қазір мен түпнұсқа ойында емеспін, бірақ бұл жер Ливи мен Саннидің орны плейсіне барынша ұқсатып жасалған. Сондай-ақ түпнұсқа ойында қызды ұрлады деген күдікке ілінген қарт адамның фотосын табуға болатын еді деген әңгімелер де бар. Ойынға кіріп, пайдаланушы туралы соңғы ақпаратты тексерсек және Ливи Саннидің профилін іздесек, оның Robloxқа соңғы рет 2023 жылдың 12 маусымына кіргенін көруімізге болады. Сондықтан көптеген адамдар қатты қорқып, оны шынымен де әлгі қарт адам ұрлап кеткен шығар деп ойлайды. Алайда Robloxта бұл оқиғаны егжей-тегжейлі көрсететін бір ойын бар. Қазір біз сол ойынды бірге тамашалайтын боламыз. Ойынның алғашқы сахнасында Ливи тыныш қана ұйықтап жатады, бірақ терезенің сыртында әлгі қарт адам тұр. Иә, ол аяқ астынан пайда болып ұйықтап жатқан Ливиді бақылап тұрады. Ол ойындағы суретте көрсетілген қартқа қатты ұқсайды. Ойын жалғасқан сайын Ливидің қарапайым қыз екенін көреміз. Ол ата-анасымен таңғы ас ішеді. Бәрі қалыпты сияқты, бірақ қарт адам әлде терезеден оны бақылауын тоқтатпайды. Келесі сахнада Ливи мектепке дайындалып ата-анасымен қоштасады. Бірақ мұқият қарасаңыз, бұрышта пышақ ұстап тұрған әлгі қарттың әлде бақылап тұрған байқауға болады. Бұл Ливи Саннидің мектебі, алайда мектептің бір бұрышына қарасаңыз, қарт адамның оған компьютер ұсынып жатқанын көресіз. Бүкіл ойын бойы оны аңдыған қарт адам енді оған тәтті бермек болады. Ал Ливи қорққан күйде одан бас тартады. Ойынның соңғы сахнасында Ливидің толықтай қамалып қалғанын көруге болады. Ол ұрланған. Қыз қатты үрей мен үмітсіздікке түскен, ал қарт оның есігін бұзып жатыр. Ливи қамалған жерде ескі, жиіркенішті матрас пен ластаретхана бар, ал жанындағы тағы бір құрбан Эмилия көрінеді. Шамасы ол өлтірілген. Бұл көріністің барлығы өте қорқынышты. Бұл оқиғаның 3 нұсқасы бар. Бірінші нұсқа: бұл шынымен де болған оқиға. Иә достар, шынымен де Ливи деген қыз болған. Ол ойын жасаған, аспанды қызыл еткен, және оны аңдыған қарт кісі де шын өмірде болған. Ал ойынның өзі болған оқиғаны баяндайтын құжат немесе көмек сұрау үндеуі. Неліктен аккаунт бұғатталды? Неліктен Ливидің ойыны өшірілді? Мүмкін ол жерде шынымен де дәлелдер болған шығар. Мүмкін бұл оқиғаға полиция араласқан шығар, немесе Roblox бұл оқиғаны жасырып қалу үшін қылмыс іздерін өшірген шығар. Екінші нұсқа: бұл әдейі ойластырылған арк хикая. Бұл дегеніміз Ливиді біз сияқты бір адам немесе бір топ ойлап тапқан. Қызыл аспан, қарттың фотосы немесе оқиғалар барлығы ойдан шығарылған нәрселер. Мақсат танымал болу немесе адамдардың назарына ілігу. Үшінші нұсқа: жай ғана сәйкестікпен адамдардың үрейі. Ливи Robloxты жай ғана тастап кеткен қыз болуы мүмкін, ал қызыл аспан ол өзінің таңдауы мен дизайны. Қарттың суреті туысы немесе естелік үшін қойылған фото. Ал ұрлау туралы ойын ол басқа оқиғалардан шабыт алынған фанаттық ойын. Ал өлім туралы пікірлер уақыт өте келе пайда болған аңыз бен мемдер ғана. Келесі аккаунт. Мұнда Калси атты никпен ойыншы. Бір қарағанда ештеңе ерекше емес сияқты көрінеді. Микки Маус скинін таңдаған мексикалық ойыншы. Қызық таңдау, иә?
Ол үнемі Robloxтағы танымал ойын Map-Cityге кіріп жүретін. Онда ойыншылар бір-бірімен микрофон арқылы сөйлесіп, онда уақыт өткізіп үйлер салатын. Күнде мыңдаған адам бұл ойынды ойнайды. Әрине бұл зиянсыз болып естіледі. Бірақ мультфильм кейіпкері сияқты сүйкімді тышқанның артында жиіркенішті нәрсе жасырынған еді. Колси Map-Cityге ойнау үшін келмейтін, ол аң аулауға келетін. Оның әдісі қарапайым әрі үйреншікті болған. Ол ойында қыздарды тауып, оларға жақындап Roblox ұсынатын. Бірақ оның орнына ол әлеуметтік желі аккаунттарын және видео қоңырауларды талап ететін. Негізінде ересек ер адам балаларға арналған ойынды тұзақ ретінде пайдаланып, виртуалды валюта арқылы құрбандарын қызықтыратын. Бірақ бір күні ол дұрыс емес қызға тап болды. Ойыншылардың бірі оның күмәнді ісін бұрыннан байқап жүретін. Ол қорқып қашып кеткен жоқ, қайта қолайлы сәтті күтіп, оны әшкерелеуге тырысқан болатын. Сол сәтке келгенде ол жазбаны қосты. Сізге неше жас болу керек? Шамамен 30, бірақ сен мені онсыз да жақсы білесің, досым. Мен сені түгел білемін. Сен не істейтініңді, не істемейтініңді білемін. Мен күн сайын сені бақылап жүрмін. Адамдарды мазалауды тоқтатуың үшін. Сонда сіз маған не істейсіз? Мен саған ештеңе істей алмаймын әрине, бірақ бәрі сенің әрекетіңе риза емес екенін түсінемін. Сен адамдарға кедергі келтіріп жүрсің. Менің Бруклинде бір қызым болды, ол жерде маған өте қызық болатын. Бірақ сен ойнағың келмейді ғой, Жоқ, сізге жиіркенішті емес пе? Мен сізден өтіндім, мен WhatsApp немесе Messenger арқылы өтіндім. Ондай нәрсе жоқ. Онда мені WhatsApp'тан бұғаттан шығарыңыз. Сіз мені WhatsApp'та бұғаттан шығара аласыз ба, жоқ па? Жоқ. Видеодан Колсидің әлеуметтік желілерді сұрап қысым көрсетіп манипуляция жасап жатқанын естуге болады. Әрі ол әр сөзінің жазылып жатқанын білмейді. Бұл қыз өте батыл әрі ақылды болып шықты. Дәл соның арқасында Колси туралы оқиға белгілі болды. Ал енді ең қорқыныштысы, адамдар оның Roblox профиліне өтіп өзі туралы ақпаратты оқығанда қатты шошып кетті. Себебі онда 13-14 жастағы қыздар іздеймін деп жазылған еді. Ал видеода ол өзі 30 жаста екенін мойындаған. 30 жастағы ер адам балаларға арналған ойында жасөспірім қыздарды іздеп, оны профилінде де жасырмаған. Қазір Колсидің аккаунты бұғаттаған, ал ол Roblox тарихындағы ең қорқынышты, ең жиіркенішті, қауіпті қылмыскер болып келеді. Ал енді соңғы қорқынышты аккаунт Зерк атты ойыншыға тиесілі. Зерк өте ерекше ойыншы. Оның аватарынан немесе тарихынан емес, оның өзі жасаған ойынынан таң қаламыз. Ол ойынның аты Sketchfile. Оның аватары гладиатор бейнесінде жасалған. Ол Robloxта өте даулы шу тудыратын ойын жасаған, және біз қазір оны сенімен бірге тексеріп көреміз. Оның ойынына кіргенде бірден шиеленісті атмосфера байқалады. Аспан мүлдем қара бұлтты, ал жерде Sketchfile'ге қош келдіңіздер деп жазылған. Үйге жақындаған кезде біртүрлі нәрселер бірден көзге түседі. Мұнда жай ғана жылап отырған адам бар. Ол қайғырып тұрған сияқты. Бірден бұл ойынның қалыпты емес екені түсінікті болады. Әрі қарай жылжығанда құдықпен оған қарап тұрған бір жігітті көреміз. Мұнда маска киген бос кеңістікте қарап тұрған адам бар. Ол не істеп тұрғаны белгісіз. Ал мына жерде мүйізі бар, бет-әлпеті өте қорқынышты оғаш кейіптегі адам тұр. Осы аймаққа кіргенде сот процесі өтіп жатқанын көреміз. Онда судья және қолына кісен салынып, аяғына бұғау тағылған адам бар. Бәлкім ол өте жаман нәрсе жасағандықтан осындай жағдайға түскен. Егер оған тиіп қалсақ, бізді басқа ойынға телепортация жасайды. Сол сәтте түрме немесе соған ұқсас орынға тап боламыз. Қатты жылаған дыбыс естіледі. Мұнда көп адам қамауда отырғанын көруге болады. Екі адам жылап отыр, өте мұңды көрініс. Барлығы белгілі бір себеппен қамалған. Оларды бақылап тұрған капюшон киген адам бар. Ал оның бетінде өте біртүрлі күлкі бар. Зұлым, қорқынышты. Негізінде осы ғана, бірақ бұнымен бітпейді. Зерктің ойы құпиялар мен телепорттарға толы. Егер еш жерде жоқ бір үйге барып есіктен кірсек, біз телепортация болу керек плакатқа тап боламыз. Бірақ телепорт қазір жұмыс істемейді. Басқа ойынға өтетін телепортты Roblox бұғаттап тастаған. Себебі тым ауыр болған секілді. Бірақ мен сіздер үшін дәл сол телепорттан кейін қандай ойынға тап болатын видеоны тапқан болатынмын. Қазір мен сіздерге дәл сол видеоны көрсетемін. Дайынсыздар ма? Көріп тұрғандарыңыздай, онда қандай да бір өлім жазасы болып жатыр. Ал қара маска киген бір адам көпшіліктің алдында біреуді жазалап жатыр. Ал оқиғаға сәйкес бұл жерде Зерктің ата-анасы жазаланған. Мұқият қарасақ, біреудің алдында тізерлеп жылап отырған бала бар. Бұл Зерктің бала кезі болуы мүмкін. Оның өз ата-анасын көз алдында жазалап өлтірген. Бұл ойын өте қорқынышты, ал Зерк өте жұмбақ ойыншы. Достар, осымен видео бітті. Видеоны арнаға тіркеліп, видеоға аямай лайктарыңызды басып кетіңіздер. Егер де дәл осы видеоның жалғасын қаласаңыздар, онда 1000 лайкқа жеткізіп тастайық. Және де арнаға тіркелуді ұмытпайық мүлдем. Ал енді сіздермен болған бұл мистер Жанс, біз қоштаспаймыз. Біз келесі видеоларда көрісеміз.